Арсеналдың жанкүйерлерінің көбісі жасы үлкен. Пенальтиді орындаған сәтті көрдіңіздер ме? Саканың Мбаппе бірінші маусымы ғой, алтын допқа лайықты өнер көрсетіп жүр ма жалпы? Ала-құла. Жоқ қой бұл ойын ондай. Мбаппе мен алтын допқа лайықты деп айта алмаймын, мен ренжімеңіздер. Интерде меніңше керісінше әлемдегі ең үздік латералдар бар сияқты. Егер Ямал алатын болса, онда әлемдегі тарихтағы ең жас алтын доптың иегері атанады. Бұған дейін Ортада допты ұстайтын, қиып беретін, пас беретін жартылай қорғаушы жоқ. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. УЕФА Чемпиондар Лигасының ширек финал ойындары толығымен аяқталды. Алда енді жартылай финалға шыққан 4 команда белгілі. Ширек финалдағы матчтардың барлығы енді қызықты өтті деуге толық негіз бар. Осы ретте енді өткен ойындардағы матчтарға тоқталуды жөн көріп отырмыз. Футбол жанкүйерлері, футбол сарапшысы ретінде Есен ағамызбен әріптесім Бек Шымат келіп отыр. Қалдарыңыз қалай? Ойындарды көрдіңіздер ме? Бүгінгі көңіл күй қалай? Әсіресе енді Арсеналдың жартылай финалға шығуы көпшілік үшін енді бір күтпеген жаңалық болды деп айтуға болатын шығар. Әсіресе Барселонаның жанкүйерлері үшін. Иә, Барселонаның жанкүйерлері үшін. Енді Арсеналдың соңғы рет енді біз жақсы білеміз, Чемпиондар Лигасының жартылай финалына 2006 жылы Анрилердің ойнаған кезінде шықты. Енді содан бері 2006 жылы финал ойнады ғой. Жоқ, енді финал енді жартылай финалға одан кейін жартылай финалға да жеткен жоқ қой енді. Енді ол матч көз алдында 2006 жылғы ол кезде алғаш рет Чемпиондар Лигасында финалында қызыл карточка берілді. Ол кезде енді мен сол кездері білмеймін енді Барселонаға көбірек жақтасатын еді. Әсіресе сол ойында да, сосын Челсимен болған ойында Барселонаның есінде болса. 2009-ға. Иә, Майкл Есеннің соққан голы. Баллаттың беті жүгірген дейсіз ғой. Қаншама нәрселер болды ғой. Жалпы енді Бекке көп рахмет. Осы қаптаған Реалдың, өзімде Реал фансың, Реал мен Барселона, жаңағы МЮ бар, Челси бар, басқа да Баварияның жаңағы жанкүйерлерінің ішіндегі ең азы Арсеналдың 2-1 жанкүйерін алып келіп, жаңағы жасап отқан, білмеймін қандай сенсация жасағын келген. Енді бұл менің ойымша енді бұл жаңағы Реалдың жанкүйерлері көп қой, бірақ Арсеналдың жанкүйерлері бір командаға деген бір адал және тұрақты сияқты көрінеді. Енді негізі жас жағынан қарайтын болсақ, Арсеналдың жанкүйерлерінің көбісі жасы үлкен. Мен енді өз басым тарихқа оралсақ, Арсеналда қашаннан бастап қарай бастадым. Бұл кезде Шымкентте оқимын, жұмыс жасаймын. Сол кезде жергілікті каналдың бірінде мына Рен ТВ деген Ресейдегі каналдағы сол кезде АПЛ-ді көрсетеді екен. Сол АПЛ-дің ойынын бір күн кешіктіріп көрсетеді. Ол кезде интернет жоқ. Қай жыл? 95-96 жылда. Ширер ойнап жүрген кездер ғой. Ширер ол кезде Блэкбернді чемпион болатын кез ғой. Беркамп бар ма? Берхам сол кезде кім? Арсен Венгер келді, бірден Берхамды алды ғой. Арсен Венгер деген бұл қаяқтан келді деген әңгіме болған сол кезде. Нанттан келді ғой. Иә, жоқ, ол кезде Жапонияда да болған, бір-екі жерде аса қатты танымал емес. Содан Берхам келді да, сол бір ол кездегі АПЛ-дың бір ұнайтыны мына шабуыл жағы, сол жағынан. Сосын енді қазірде де бар жақсы матчтар, бірақ дегенмен қазір көбінесе медиаға жұмыс жасап кетеді. Сосын көрерменнің де, жаңа футбол жанкүйерлерінің де бір несі бар, андай қатты бір ақпарат іздеп отыра ма. Ол кезде футболшылар жеке өмірі еркіндеу өтті. Иә, әлеуметтік желі жоқ қой. Иә, Пол Гаскойнның 100 грамм шығып қойыпты, ананың анда барыпты, мынау мұнда барыпты деген әңгімелер қызығырақ. Сол кезде төрешілер, бапкерлер темекі шегіп отыратын, орнында қателеспесем, рұқсат берілетін. Бір стиль болды, сосын Арсеннің да, мысалы Венгердің да плашы деген сияқты нәрселер, бір футболдың несі. Эрик Кантонаның ойын тұрысып қойуы жағасын. Иә, ол кезде сол 90-шы жылдардың кезінде сөздің ашығы АПЛ-ден қарағанда Италияның чемпионаты мықтырақ болды. 90-шы жылдар әсіресе дүрілдеп тұрды. Ол кезде Милан болды. Миланның әсіресе жаңағы 3-1 голландық ойыншысы болды. Енді сұмдық болды. Самдория, Лацио болды. Иә, Ювентустың шыққаны енді әр жылдары. Содан сол жылдары сол Арсенал ұнады. Сол 97-98-де чемпион болды. Одан кейін 2002 жылы чемпион болды. Сосын ары қарай 2006 жылы соған дейін дұрыс қарап жүрдім да, ары қарай енді сөздің ашық керек. Соңғы кездері
футбол енді бір нақты бір енді қазіргі ең жақсы уақыт АПЛ-дың уақыттары. Мысалы қарасаң, сол уақыттарда әдемі көруге болады. Сосын сәл Испанияның енді мысалы чемпиондар лигасы, басқа да чемпионаттарды мен негізі түнде көп көре алмаймын, себебі ерте жатам. Бірақ енді қазір әлеуметтік желі дамыған, таңертең тұрсаң 15-20 минуттық шолуды қарап атып, сонымен ойынның қай бақытты картинкасын көріп шығуға болады. Сондықтан да енді Арсеналдың жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Қуандың ба? Мен қатты қуандым. Мен өлең шығарып мен бірінші күні бәрі айтты ғой, Арсеналды бәрі алып қояды, енді Реал өту керек деген сияқты. Сол ұйықтап қалдым, таңертең тұрсам 3-0, көзімді ашылмай жатып тағы да қарасам 3-0, 2 голды Райс соқты дейді. Керемет деп жазып жатыр. Содан жалма-жан нені қарасам, Райс інішек кәдімгідей екеуін қолмен қойғандай қылып. Сосын кешегі ойында да үздік ойыншы дедім оны. Үздік ойыншы, кешеде үздік ойыншы болды. Жалпы ширек финалдың, осы Чемпиондар лигасының ширек финалындағы 4 матч болды ма? Сол 4 матчтың ішіндегі ең үздік ойыншы атағын алды ғой. Өйткені енді басқа матчтарға қарағанда осы Реал мен Арсеналдың арасындағы енді бәсекенің биік болды деп ойлаймын. Енді жаңағы Барселонаның Боруссиядан өтетіні деген сияқты, ПСЖ-ның Астон Вилланы жеңетіні бір аса қатты сенсация болған жоқ қой енді. Арсеналдың енді Реалдан өтуі және де Райстың 2-1 айып соққысы Куртуа сияқты енді ұзын қақпашының өзіне кедергі келтірді, қиындық тудырды ғой былайша айтқанда. Кеше енді кеше көп не болып кетті. Көп таныстар шықты, жазып жатыр. Енді менің де осы Арсеналға ұмытпайтындар бар ғой. Бар енді. Бұрынғы камбэк болады. Реал нағыз камбэктің командасы деді. Шамал қорықтым енді. Ана ойыншылар шығып келе жатқан кездің өзінде де бір кішкене бір Арсеналда бір шамалы бір қобалжу бар сияқты көрінді. Бірақ енді басынан бастап кішкене жүйелі түрде пастарымен шыға бастады. Сонымен сосын ары қарай көрген жоқпын. Ертегісін тұрсам 2-1 деді. 3-4 SMS хабарлама келді. Құтты болсын деді. Сонымен дедік те қойдық. Сосын кеше адамдар айтып жатты ғой, 2-0 болып Арсенал ұтылса да шығып тұр, 2-0 ұстап қалса болды деп. Мен айттым, Реал Мадрид 2-0-мен қақып қойған команда, олар 2 гол салма, олар үшіншісін міндетті түрде салады. Ол қалай болғанда да. Ол салдырмау керек ең бастысы. Ал Арсенал не істеді, жаңағыдай қорғанысқа жақсылап жатып алды, бастапқы 20 минут ұстап берсек болды деп. Жүзеге асты, пенальтиді алды, пенальтиді орындаған сәтті көрдіңіздер ме Саканың? Жоқ, ана жерде мен түсінбегенім, негізі кім келе жатты ғой, капитан Эдигор. Иә. Ол Реалға тепкісі келмеді ме, әлде Сака сұрап алды ма? Жоқ, Саканың ана жерде бір риза болғаным, өзіне дата-боғы сенімді болып тұр да. Куртуан бір жаққа, допты бір жаққа болғанда мен әлі жіберем деді да, ол қаңқып кететіндей. Ал ондай сенімділіктер сәл ондай керек емес екен ондай матчтарда, бірақ бір жағынан риза болдым талабына. Бірақ енді ана жерде шынымен де бұрышқа қарай Паненка тепкені қызық болды. Ол қате шешім болды. Паненканы ортаға тебеді ғой негізінде. Алдында Гирасси салды ғой Барселонаға. Оның Паненкасы енді Паненка деп айтуға келеді, ортаға тепті. Ортаға тебеді ғой негіз Паненканы. Бұл жерде енді Сака соны салайын деп жатқан кезде мен баяғы анау Европаның финалындағы пенальти есіме түсті да, осы салмай қояды. Біз де соны ойладық қой кеше. Бәрі солай ойлады негізі. Сөйтіп салмай қалды. Сол кезде мен ойладым, ал Реал енді қамшыны басу керек деп. Сол енді сол сәтті қайта соған бір жақсы мотивация арғы қарай жүру керек еді, бірақ енді ренжіме ойын жоқ. Ойын жоқ, иә. Сосын мен мынадай нәрсені айтып өтейінші, енді бұны көп ақпарат бәрі айтылып жатыр ғой барлық жерде. Бүгін де біраз жерден көрдім. Негізі Реалдың ортасында жүрегі болатын Европа, яғни енді бір ақ нәсілді аппақ, яғни сондай европалық жетіспейтін сияқты. Тони Кросс дейсіз ғой. Кросс болсын. Енді кім бұрын мысалы мінезі бар Рамостар қандай еді, ойынды сүйреп алып шығып, өзі баспен салып көтеріп шығатын сондай бір не жоқ болды. Рамостар осы жарақат алмайтын еді ғой. Рамос кетіп қалыпты дейтін нәрсе. Қазір енді ол тек қана ойыншыға ғана емес, ол командадағы дәрігерлерге, физикалық жаттығуға жауапты мамандарға да байланысты ғой. Қазір енді ойындардың саны көбейіп жатыр ғой, тек қана чемпионат емес, ұлттық құрамалардың да, ұлттар лигасы деген сияқты. Мысалы матчтан кейін
Куртуаның сұхбаты шықты, ол айтып тұр, бізде орталық шабуылшы жетіскен жоқ дейді. Былтыр мысалға естеріңізде болса Баварияға Косело дубль жасады. Енді сондай бұрын Бензема болды, Игуаин болды, әр жылдарда бір Реалда сондай бір шабуылшылар жүретін. Қазір мүлдем ешкім қалмаған, Мбаппені ойнатады. Менде де сондай ой болған негізі кеше. Қанша дегенмен енді қосалқы құрамынан шықса да бір сондай ұзын бойлы, баспен ойнайтын, нағыз тоғыздыққа сай келетін шабуылшы жетіспейтін сияқты Реалда. 2021 жылы Атлетико Мадрид кімді алды ғой? Моратаны Челсиден қайтарып алды ғой өзіне. Мен сол кезде ойладым да, Реалға келу керек еді ғой. Өйткені Бензема өзі бір жылдан кейін кетейін деп тұр өзі. Орнына Мората сол мектептен шыққан өзі, Реалдан шыққан. Альваро Мората ең керек ойыншы. Баспен десең баспен, ол жылдамдықта бар, бәрі бар ода. Жоқ, бұлар Флорентино Перес алды да маркетингке жұмыс жасай береді. Мбаппені алғысы келеді, ананы алғысы келеді. Оның ешқайсысы 9-дық емес қой олардың. Сөйтіп қазір жаңағы кіммен Винисиус пен Мбаппе, тіпті Родригоның өзі сол жақтан шабуылдаған жақсы көреді ғой. Үшеуі де бірақ үшеуі бірдей сол қапталда ойнай алмайды да, үш жаққа бөліп жатыр. Яғни Родриго оң жаққа кетті, Мбаппе ортада, кім Винисиус сол жақта. Қазір үшеуінің де ойыны шашырап, бір-біріне жоқ, мысалы кеше капитан болып ана Васкес деген бала шықты. Сол капитан ма негізі? Иә. Капитан. Бұрыннан, иә? Жоқ, бұрыннан емес. Реалда жалпы Реалда, Барселонада, Испанияда капитанды қалай тағайындайды? Ол кім клубқа бірінші келді, сол бойынша қояды. Мысалға кезінде жаңағы кім Касилас кетті, одан Рамос болды капитан, сосын Марсело болды. Бензема болды, сосын Марсело болды деген сияқты ғой. Марсело, сосын Бензема болды, одан қазір Модрич негізгі капитан. Модрич қосалқы құрамында қалғанда вице-капитан осы кім Лукас, сосын Вальверде. Осылай. Барселонада да солай, Арауха, Де Йонг деген сияқты жылдармен қарайды ғой, былайша айтқанда олардың бұрынғырақ келген, яғни 5-6 жыл бұрын келген. Ана ауылдағы 72-73 деген сияқты болып тұр. Сондай ғой. Сол жағынан қарайды, ол жақта жаңағы басқа клубтардағыдай абыройына несіне емес, клубта жүрген жылына қарайды. Білінбей ойыншыларды алады, солардың бәрі неге отыр? Анау Гүлер дегендер ойнай алмай ма сонда? Орын жетіспейді ғой, оның бәрін шығара берейін десе де. Онда неге топырлатып оны ала береді? Тәуекелге кім Анчелоттидің да бір қателігі сол деп ойлаймын. Биыл ол тіпті ешқандай жастар, мысалы Барселонада жаңа Ханси-Флик жастарға мүмкіндік берді, Ямал бар, анау басқасы бар. Кім Анчелотти олай тәуекел ете алған жоқ. Ол тек тәжірибелі ойыншыларға ғана. Зидан да сондай болды ғой. Зидан да сондай болды ғой. 2016-2017 жылғы құрамды айтайын ба? Реал Мадридтің қосалқы құрамы Атлетико Мадридтің негізгі құрамынан қымбат болып кеткен ғой сол кезде. Хамес Родригес, Иско, Варан, Мората, Хесе бәрі отырады. Әйтпесе қазір бәрі бір клубтың менмін деген футболшылар ғой, мысалы былай қарап тұрсаңыз. Реалдың осындай бір жаман жұлдыздарын бәрін жинап орындыққа отырғызып қояды бәрін. Енді мынандай ғой, жаңа шынымен бір сұрақ болып тұр ғой. Енді бірінші ойыннан кейін әрине енді Арсеналдың мүмкіндігі жоғары болды. Ол жаңа букмекерлік кеңселерде болсын. Сіздер матчтың алдында сендіңіздер ме? Арсеналдың өтетініне ме? Мен сендім. Себебі енді Реал соңғы кездері сөздің ашығы барлық фронтта, өзінің ішкі чемпионатында да, сосын кешегі Атлетиконың өзінен де зорға өтті. Сосын енді кубокта да кетіп қалды дейме? Сонымен жоқ, кубокта финалға шықты. Финалға шықты ғой, бірақ енді түсінікті. Ла Лигада 2 рет ұтылды ғой қатарынан. Содан кейін мен түсіндім, себебі ана жерде бір білмеймін, осы ана Винисиус пен Мбаппенің екеуінің арасы дұрыс емес сияқты көрінеді, білмеймін енді. Келгеннен дұрыс болған жоқ негізі. Дұрыс емес. Сол бір-бірін дұрыс таба алмай жүр ме, бір-бірін толық таба алмай жүр ме. Бірақ енді өз басым Винисиустан гөрі маған Мбаппе жақынырақ, себебі мен Европадағы бір көңіліме шығатын құрама бұл Франция құрамасы. Сіз Францияның жанкүйерісіз ғой? Жоқ, мен негізгі ұлт Аргентина менікі негізі. Бірақ мендеше бір құрамаға немесе бір клубқа байланып қалған жоқпын. Негізгі Европадағы көретін клубым бұл Арсенал, бірақ әр чемпионаттың өзінде бір командам болады, бүйрегім болады. Мысалы, неде Германияда Боруссия Дортмунд, Италияда Ювентус, мысалы кезінде жарқылдаған Францияда бұл Марсель деген команда болды, Украинада Шахтер, Өзбекстанда Напахор деген сияқты да, сондай. Сондықтан мен бір клубқа байланып қалмаймын, бірақ енді егер Арсеналмен кездесіп жатса, әрине Арсеналға.
Есін мынаны сұрайыншы, кеше партий өзі қараптан қарап провокацияға ілініп қалды да ескерту қағазын алып қалды, келесі ойынға қатыспайды ПСЖ-мен. Иә. Бұл деген алтын діңгегі жартылай қорғаныстың. Бұл қиын, бұл қара жұмысты да атқарады, бұл пасты да алға шығыстады. Кімді ойнамайды ғой, Райсты ойнамайды ғой. Жоқ, Райстікін алып тастады ғой, жаңағы бар қарады да жолты берген жоқ оған. Ол қатысады келесі ойынға. Енді мынау партий жоқ, ол қалай болады ол ПСЖ-мен, ол сол проблема болып тұр қазір. Жоржиньо жаба алмайды оның орнын. Бірінші ойын қайда? Үйінде, Арсеналдың үйінде. 30 күн, Қиындау. Негізі мен осы ПСЖ-ның алғашқы 2 ойынын көрдім ғой. 2 ойынын көріп, сұмдық ойындары. Әсіресе жаңағы Ливерпульдан өткен. Ливерпуль сөздің ашығы қазір АПЛ-де құдай беріп тұрған команда ғой. Содан кейін екінші ойынын көріп, сосын іштей болса бастадым. Жалпы ПСЖ қанша ақша құйды, қаншама команда шақырды. Мысалы, осы чемпиондар лигасында өмір жолы болмай келе жатты ғой. Қазір бір ойыны түзеліп келе жатыр. Осы жылы күйгеніне күйіп кетсін, осы ПСЖ-ға бұйырса екен деп едім. Енді қазір жартылай финалда ПСЖ мен Арсенал ойнайды. Екеуінің де деңгейі бір сияқты көрінеді. Бірдей деңгейлері. 50-50. Ойын жүріп кетсе, мына жағы да алуы мүмкін, ойын жүріп кетсе, мына жағы да алуы мүмкін. Бірақ енді бұл жерде Арсеналдың қаншама ойыншысының жарақат алып қатыса алмай жатқандығы, анау бір италиялық бала бар еді ғой, тым жақсы. Калифорни, анау Хаверц, Троссард, Габи Джезус бар. Габриэль Магалhaes өткенде. Сол кеше Кибиор шықты орнына. Енді Бек саған бір сұрағым бар. Кеше жаңа пенальти туралы айтып қалдық қой. Реал қақпасын кімнің Сакан салмаған айттық. Одан кейін бірер минуттан кейін Реалдың пайдасына пенальти белгіленді. Вар қарады, ұзақ қарады, сосын кейін алып тастады. Бұл туралы не ойлайсың? Неге төреші осыншамалықты ойында жалпы енді Реал ғана емес, көптеген жанкүйерлерге кешегі төрешіліктің кейбірі оның жаңа ұзақ ойланатын, ұзақ қарағаны, варды қайта қарап шешімін бірнеше рет өзгертуі. Кеше Франсуа Летексиеге жалпы сұрақ көп болды. Біріншіден, сен ол жерде 4 минут варды қарап тұр да, ол жерде соның шешімі не болған білесіздер ма? Офсайд болды оның шешімі. Ол сен фолды тексеріп отқан кезде бірінші офсайдты қарай салу керек қой, ең дұрыс уақытты жоғалтпай-ақ. Ол офсайд екені айдан анық көрініп тұр. Мен бірден офсайд екен ғой деп. Оның өзіңе варға қарап отыр. Варда негізі экранға келіп қарамайды, негізі офсайдты ан жақтан айту керек. Жоқ, енді бұл жерде былай, кез келген оның орнына тіпті қысым көп болды. Қысым алдын ала көп болды, сосын көп жаңағы бұл жерде жалғыз Арсеналдың жанкүйерлері емес, бүкіл әлем, әсіресе Реалға қарсы жаңағы Барса фандары болсын, барлығы бірдей. Ана жерде жаңағы Флорентино Перес шешеді деп, соның түрін салып, судьяның киімімен. Төрешінің несін салды, сол кезде біраз қысым болды оған. Енді біріншісінде де мен аса қатты бір пенальти деп айта алмас едім. Біріншісінде де ол доп, ол бағытқа бара жатқан жоқ. Барағанда анық айқын құлатты кім енді. 50-50 деп қойылады. Екіншісінде меніңше пенальти болған жоқ. Райстың сәтінде пенальти болған жоқ негізі. Өйткені ана жерде қолмен қысып тұр ғой, Мбаппе өзі қолтығымен қысып тұр ананың қолын. Ана бүйтіп суырып ала алмайды оны. Енді төрешінің кеше жұмысы сәл көнішкен жоқ. Мен негізі бұл уақытқа шейін төрешілер туралы бір пікірім сондай еді, бірақ енді мен осы МФЛ-ға команда қатыстырып 2 маусым команда медиалигада сол кезде сөздің ашығы төрешілерді қатты түсіндім. Қиын бекен? Өте қиын. Мына жаққа да болса алмайды, мына жаққа да болса алмайды. Кейде енді бұрын бізде телеарнадан көріп қалған қазақы төрешілер мүлдем қиналады. Енді мен өйтіп қатты барып айқайлай алмаймын. 1-2 жерде айқайладым. Бірақ енді кәдімгідей тұрып жасайын десе жасап кететін төрешілер бар екен. Мен онда білмейміз ғой, ана кәсіпқой футболшылар, енді құрамы командада ойнайтын, солар айтады, бізді қысып жатыр дейді. Сөйтсе андай бір ескерту беріп, сары қағаз беріп жіберсе, екінші мәрте жаңағы футболшылар қатты неге бара қоймайды. Содан кейін жаңағы қызыл қағаз алмас үшін ойын кішкене тоқтатады. Кеше мысалы үшін Реалда сөздің ашығы біраз басында кәдімгі кішкене андай бір не ойнай бастады, бір
тәртіпсіз ойнай бастағанда көрінді. Көп ескертулер болды негізі. Бірінші мақсат Есен аға сол болған сияқты, духын сындыру керек болған сияқты. Арсеналдың қалай болғаны да басынан бірінші минуттан бастап кірді ғой, аяққа кірді, итеріп те құлатып жатты, ұрып та құлатып жатты. енді Алабаға берді, жаңа Асенсиоға берді ғой басынан бірден. Рюдигердің өзі қаншама сәттер болды. Рюдигердің өзі аяп атқан жоқ ана жерде ешкімді. Команданың духын алып тастау керек болды негізі. Бірақ Реалға бірінші жетіспеді. Бірінші таймда бір гол жетіспеді ғой. Жоқ, бірінші таймда мен егер бірінші таймда 1 немесе 2-0 болғанда, егер онда Реалдың шығатынына сенеді. Жалпы бірақ мынандай нәрсе ғой, Реалды жаңа камбектері туралы айтып жатыр, Ситимен ойындар басқа. Ол ойындарда кемі бір қауіпті шабуылдар көбірек болатын. Кеше жаңа бірінші таймда тіпті қақпаға тура бағытталған створ болған жоқ қой, мүлдем соққы болған жоқ. Екінші таймның басында болды ғой біреуі. Жоқ, бірінші таймда мүлдем болған жоқ. Сондықтан енді Реалдың ойыны жоқ екені, тіпті көп соңғы матчтардың көбісінде Реал жеке шеберлікпен жігіттер алып шығып жүрді ғой. Мына бірде Винисиус ойнап кетеді, бірде Мбаппе, кейде Беллингем алып шығатын. Винисиустың голы да жеке шеберлік қой. Жеке шеберлік қой. Сондай немен шығып жүрді. Енді Арсенал матчта енді бірінші ойында енді жаңағы Райстың енді айып соққылары ойынның мен осы жұптың шаруасын шешті деп ойлаймын. Ал Реалдың оған бір жауабы дайын болған жоқ. Анчелоттидің де қазір идеясы бітті деп ойлаймын. Сондықтан енді негізі былтыр кету керек болған, бірақ оған ол былтырғы маусым өте сәтті болды. 2 кубокты ұтты, сонымен қалды. Сағыз шайнады ма осы жолы? Сағызына қарамадық енді кеше. Бір андай жеңетін матчтарында сағызын әдемі шайнап тұратын еді сол кісі. Сосын кубок ұтқаннан темекісі тартатыны бар. Сосын мына мәселеге қарайықшы. Реалдың орталық жартылай қорғанысында өзі 3 ойыншы ғой. 3 ойыншының мына кешеге шыққан 3 ойыншының бірде-бір ойында үшеуі бірге шықпаған. Не Беллингем шықпай қалады, немесе Камавинга шығып қалады, немесе Чуамени жаңа қорғанысқа кетіп қалады. Беллингем оң жақта ойнап жүр. Камавинга болған жоқ, кеше Вальверде болды. Сол ғой, сол. Соны айтып тұрмын ғой. Міндетті түрде бір ойынға қатыспай қалады да. Беллингем алдында болған жоқ Атлетико Мадридтің ойында. Кеше Камавинга шықты, Модрич шықты. Кеше Модрич болған жоқ. Камавинга да жоқ. Камавинга деген қызыл жоқ, ол бірінші ойында. Кешегі ойынның 3-тігі сол Вальверде, Чуамени, Беллингем болды. Енді жаңа бағанада айтылып жатыр ғой кросс туралы. Шынымен де қазір командада ортада допты ұстайтын, қиып беретін, пас беретін жартылай қорғаушы жоқ. Кросс, Каземиро, Модрич сияқты бір маусымда 38 ойында толық ойнап беретін үштік жоқ қой бұл жақта. Ол үштік жоқ болған екен, ол алда артың мықты болып тұрған. Каземиро неге сатып жіберді? Біріншіден орнына кімді Камавинген алды ғой. Камавинген Чуамени келді да. Камавинге қарағанда Чуамени келді. Ол Чуамениде 80 миллионға сатып алды. Содан кейін ойнату керек болды. Анаған енді жақсы ұсыныс келіп тұрды. Жасы 30-дан асқан деп. Реалда енді бір сондай саясат бар. 30-дан асқан ойыншыларды ауыстырып, жастарды алған жақсы көреді. Және жақсы тиімді ұсыныс болса. Кезінде енді Ди Марияны да сатып жіберді. Осы кімді де Озилді де сатып жіберді. Озилді де Варанды Озилді Арсеналға берді. Әдемі келді Арсеналға. Варанды да сатты, мысалға Имюға. Сондай ойыншылар сатады ғой. Роналду да кезінде Ювентусқа сатып жіберді, жақсы ұсыныс келіп тұрған кезде. Әйтпесе Роналду да сол кездер енді маусымда 30 голдан жоғары салып жүрді ғой. Ювентусқа барып ол жоғалған жоқ. Қазір енді 40-тан асса да гол салып жүр ғой. 40-қа жақындаған жоқ па? Асып кетті. Асты ма? Кеше бірақ Арсеналға бір көңіліміз толмағаны серия пас дейді ғой жаңағыдай. Топты ұстамады да, бір 3-4 минут топты ұстаған кезде өз-өзіне келіп алатын еді ғой. Жоқ, выныс, тебу, шығарып тастау бірінші минуттан бастап. Қақпашының өзі 39-40 минуттарда ойын созып жүрді ғой кеше. Жолты карточка алды ғой кеше, сары қағаз ақылы 34 минутта, ойынның 34 минутында. Сондай болды ғой. Өйткені ол тек Арсеналдың мақсаты кеше уақыт созу болды. Уақыт созу, мүмкіндік болса бір гол салып болды. Мартинелли допты алып атты, басын көтермейді, жүгіре береді, ана фолды күтеді ғой, өйткені фолда 1-2 минут ұтады олар. Жан-жағында адамдардың ешқайсысын көрмейді, бірақ алдыда ешкім кеше болған жоқ қой, шабуыл түйіндейтін. Енді мысалға ертең ПСЖ-мен ойын бар. Қалай болады? Мысалға енді Реалмен ойында жаңа айтып жатқан Райс шешті ғой енді. Ол енді топырлатып ондай сала бермейді ғой. Ертең кім қалай болады енді? ПСЖ-ның ойын басқаша болады. Ол Реал емес қазір. ПСЖ бабында жүр. Өтеді деп ойлайсыздар ма? 50-50. Енді бірінші ойын шешеді. Артета шешеді ғой бірдеңе, негізі табады ғой. Артета жолын табады ғой. Қалай болғанда да. Ол жерде бірақ кім ғой? Энрике ғой, Энрике. Екеуі де испандықтар ғой. Жалпы испандықтар біраз жерде не екен? Хаби Алонсо, Унай Эмери кешегі Астон Вилладағы бәрі испаниялықтар екен. Өзі бір маусымдар болады. Бір кездері
немістер шықты. Мысалға осы 20-шы жылы ковид болған кезде осы Барселонаның бапкері Фликпен Тедеско болды ғой мысалға. Иә, бір кезде Баварияда болды ол кезде Ханси Флик, Барселонада емес. Жоқ, сондай мамандар болды. Тедеско неде болды ғой? ПСЖ-да болды. ПСЖ-да болды. Екі неміс маман, бір кездер итальянецтер болды, жаңа Анчелотти деген сияқты ғой. Мынау мысалға Анчелотти мен кімдер болды? Ювентустың бапкерлері болды, Аллегри, Аллегри. Мына Контелер болды, мысалы сондай шығады да, бір кездер өзі көбейіп кетеді. Көбіне сол негізінен шығып жүрген сол Италия, Германия, Испания, иә, осы үш елдің бапкерлері ғой. Мынау Мигель Мерино деген жігітке риза болатыным, шабуылға қалай үлгереді деймін мен. Мынау қарап отырсаң өзі ортада көмектесіп жүреді, жаңа допты тереңдікке түседі да, оны алып шығады. Қалай болғанда Эдегорға береді, Эдегор екі жақтың біреуіне береді, ал аналар ортаға берген кезде Мерино ортадан табылып тұрады. Мен не деген еңбек деп қараймын да. Есен аға, сізден сұрайыншы, дәл қазір Арсеналға шабуылда 9-дыққа кім керек деп ойлайсыз әлем футболының жұлдыздарынан 9-дыққа? Өйткені Арсеналда мынау Габи Жезусқа сеніп қажет жоқ. Бұл бір маусымда 10 ойын ойнайды, 30 ойын травма, ол жатады ол. Кім керек? Қазір әлемде дұрыс шабуылшы қалған жоқ. Сөздің нәрсе. Қазір 9-дық жоқ қой негізі. Дұрыс. Енді соңғы қалған кейін Левандовскийді қосуға болады. Холландқа да соңғы кездері дұрыс пас жетпей жүр. Спортингте қазір Гёкериш деген бір сұрапыл шыққан. Швед. Арсенал кеше сыбыстар шықты, бірақ нақты ақпарат жоқ ешқандай. Егер сол келетін болса негізі дұрыс болар еді анау. Маған қазір шабуылшылардан мынау Ситиға қараған Атлетико сатып алды ғой, кім? Хулиан Альварес деген. Аргентиналық соның потенциалы ұнайды. Өйткені енді Ситида да өз берілген уақытты өте тиімді өткізетін. Ұлттық құрамада да Мессидің әлем чемпионына бірден бір үлес қосты. Енді қазір Атлетиканың лидері болды. Сұрақ енді бұл неге қатысы жоқ шығар? Сити неге соншама осындай бейшара болып қалды? Меніңше Гвардиоланың идеясы бітті деп ойлаймын. Бітті ғой негізінде. Анчелотти, Гвардиолалардың қазір бір тоқырау кезеңі болып жатқан сияқты бапкер ретінде. Анау Родри керек кезде өзі травма алып қалды, біріншіден, екіншіден Де Брюйне бұрынғыдай емес, жарақаты бар, формасы да бұрынғыдай емес, жасы да 34-ге қалыпты. Де Брюйненің де анымен дегенше қазір қиындау негізі Гвардиоланың жағдайы. Гвардиолада жаңа кімнің мысалға енді кім бек айтқан сияқты жаңа кім болды ғой, Илкай Гюндоган болды, ол Барселонадан келгеннен кейін бұрынғы бабында емес, Де Брюйне де жарақаттан кейін дұрыс ойнай алмай жүр. Хулиан Альварес те кетіп қалды ана жаққа. Холландқа доп жеткізетін адам болмағаннан кейін Холланд өзі бірден шешетін адам емес. Алған жас ойыншылары әзірге стабильность болмай жатыр. Доку болсын, басқасы болсын. Қорғаныста да сол ғой. Тіпті енді ешкім ренжімесін, енді Хусановты алып отыр ғой, бірақ кімнің Сити сияқты командалар енді ол мынандай Азия елдерінен ешқашан бір қорғаушы іздемейді ғой. Жоқ, ол жарайды, ол Хусанов артық емес қой, бірақ мынау Савиньо мен Доку дегенді қалай екі жаққа қояды? Ситидің уровені емес қой, былай қарап отырсаң. Ол біреу Жиронадан келген, Доку қайдан келді? Франция чемпионатынан бір жерден келді, Доку деген, Бельгиялық қой. Бельгиялық. Екеуі бұрын Марез бен Стерлинг қалай ойнайтын екі жақта. Екеуі де мысалы көрініп тұр да, Ситиге сұранып тұр ойын стильдері. Бірақ білмеймін, Гвардиола осы жолы өзі емес көбінде басшылық шешкен сияқты, кімдерді алатынын. Политика араласып кетті ма ортаға, мысалы Хусановтардың келуі деген оның ойынына байланысты емес қой. Бірақ сөздің ашық керек, Ман Сити қанша осы соңғы қатарынан алды ғой чемпионаттардың. 4 рет қатарынан алды ғой. Қызық емес болып кетті. Арсенал үнемі екінші орын болып кетті. Биыл да екінші орынмен аяқтайтын шығар. Биыл да екінші орынмен аяқтайды. Екі Ньюкасл озып кетпесе екімен аяқтайды. Жоқ, Ньюкасл оза алмайды. Арсенал бермейді. Енді бермеу керек. Бірақ ертең ПСЖ-ны өткізетін болса, Арсенал сәл АПЛ-да қолырақ қалуы мүмкін. Так, Барселона шығады ғой финалға, Барселона мен Интер кездеседі. Интерді енді Бавария Интер жұбында кімнің мынау Инзаги жаттықтырады Симоны. Ол енді мынау Венсан компанияға қарағанда тәжірибелі болып шықты. Сол жағынан ұтты деп ойлаймын меніңше. Сосын қазір мысалы бәріміз Барса өтеді дейміз ғой. Өткенде Жандос Байділда деген комментатор айтады. Бұл қазір айтқан жоқ, ол ноябрьде ма күздің кезінде айтқан, биыл Интерге теңгеретін команда жоқ деді да. Сол кезде мен ойлап қалдым, не айтып отыр деп. Сөйтіп ойынын қарасам, Интер деген сұмдық екен ғой. Былай ертең Барселона қиналады, оңай өтеді деп айта алмаймын өткен күннің өзінде. Тіпті Интер егер жылдам гол салып алатын болса, онда тіпті мүмкіндік бермеуі де мүмкін. Лаутаро бар ғой, Лаутаро бар. Жоқ, енді былай ғой, Интерде
мысалға кеше Реалдың ойынын көрдіңіздер, мысалы бір сол қапталда Алаба ойнады, оң жақта Васкес ойнады, екеуі де өте нашар ойнады. Жалпы Реалдың қазіргі Қарбақал жарақат алып қалғаннан оң қапталындағы, сол қапталындағы екі латералдар өте әлсіз. Позициялардың бірі болып тұр. Ал Интерде меніңше керісінше әлемдегі ең үздік латералдар бар сияқты. Біреу Димарко, сосын Думфрис, екіншісі Дензел Думфрис, екеуі екі жақта. Екеуі өте мықты болып тұр. Осы жағынан олардың артықшылығы бар. Және де жаңа сіз айтқан алдыда Лаутаро Мартинес бар, сосын кезінде Тюрамның баласы бар. Маркус Тюрам ойнайды. Оларды алмастыратын екі тәжірибелі ойыншы Арнаутович пен ирандық Тареми деген бар, Портудан келген. Сосын ортада бізге Қазақстанға жақын ойыншылар бар, яғни армениялық Генрих Мхитарян, түркиялық Хақан Чалханоғлы, сосын қазір меніңше Италия футболының басты. Жалпы жастары келіп, бірақ бір деңгейден дәмесі бар, мотивацияға толған ойыншылар екен көпшілігі. Анау Интердің кешегі ойыны Бавария тағы бір салсыз, біз екеуін саламыз деген ойын ғой, анау деген негізінде. Шынымен Бавария сала берсін, біз екеуін саламыз керек болса деген ойын, не деген уверенный ойын кешегі деген мен бүйтіп қарап сүйсіндім. Егер Барселонаға ертең егер осы құраммен шығатын болса, құдай бетін аулақ қылып, ешқандай жарақатсыз өзі айналдырған 2 қапта қалды ғой ойынға. 30-ы жартылай финалдың бірінші ойындары 30-шы сәуір және 1-ші мамыр күндері өтеді. Қарымтасы 7-сі 8-сі болады ғой. Ямал мысалы кез келген қазір аунатып жүр ғой қорғаушылардың, бірақ Димарко анаған бүйтіп алданып қалатын жас бала емес негізінде. Ертең Димарконың қапталында ойнайды ғой ертең Ямал деген. Енді мынандай бір сұрақ бар. Кеше Реал Чемпиондар лигасымен қоштасты. Осыған қарап Мбаппенің алтын доптан үміті үзілді деп айтуға келе ме? Қазір енді осы жаңа жылға дейін, осы ақпанға дейін Салахқа теңгелерін коэффициенттер бойынша ешкім болмады. Кейін ол ПСЖ-дан жеңілгеннен оған бәсекелестер көбейді және де оның алдына да шығып кетті. Онлайн рейтинг бойынша кім бірінші кезекте ол Барселонада 3-тік бар. Рафиня, Левандовский, Ямал және де ПСЖ-да Дембеле бар. Сосын Реалда осы Мбаппе болды тұрды. Қазір енді Мбаппе, яғни Реал Чемпиондар лигасына шығып қалды. Барселона әлі де бар. Және Дембеле бар. Кім алуы мүмкін? Мбаппені тізімнен сыза беруге бола ма деген сияқты ғой енді. Бұлай ойларыңыз қалай? 50-50, бірақ енді биыл Барселона біраз жерге баратын сияқты. Егер Барселона биыл Чемпиондар лигасын алатын болса, онда сол Рафиня шығар. Мен де соны ойлап тұрмын да, сен аға сіздің сөзіңізге қосыламын. Бір жағынан ойлап тұрмын, Мбаппе несімен алуы мүмкін деймін да, Чемпиондар лигасын жарайды. Ұшты ғой қазір, бірақ бұл Ла Лиганы ала алмайды Реал негізінде. Жоқ, негізі егер Мбаппе әрі қарай өткенде алу мүмкін еді ғой, мүмкіндігі бар еді ғой. Ал енді қазір енді оның деңгейі несіне үміткерлік тізімдегі коэффициенті түсті, сөзсіз деп ойлаймын. Ал енді Англияда жаңағы Салах бар, енді ол Салахта тек қана осы чемпионат қана ғой. Және де алтын бутсы дейді, үздік бомбардир, соны алу мүмкін. Жоқ, сізден бірден сұрайыншы. Қазір мысалы бел ортасынан асып кеттік қой бүкіл чемпионаттардың. Мбаппе бірінші маусымы ғой, алтын допқа лайықты өнер көрсетіп жүр ма жалпы? Алла-құла. Жоқ қой бұл ойын ондай. Кейбір ойындарда Винисиустың былтырғы ойыны сұмдық қой, мысалы алтын допқа лайықты. Былтыр лайықты болды. Енді биыл қазір қарасаң, Винисиустың ойынын жүрмей қалған себебі Мбаппенің келуімен байланыстырасың ба? 50-50 енді тек қана соған байланыстырады деп ойламаймын. Команданың атмосферасына да байланысты. Ол да мүмкін негізінде, қалай болғанда да, бірақ Винисиус жаман ойнап жатқан жоқ қой. Винисиустың ойынына Кростың септігі тимейді деп ойлайсың ба? Тиді, ол міндетті түрде ол деген. Бенземаның да септігі тиді кезінде. Мысалға енді біреу кеп, біреу ойнай алмай қалуда негізі 50-50 ғой. Кезінде Роналду Бейл келгенде де ойнады ғой. Әйтпесе сондай әңгімелер болды ғой. Реал Чемпиондар лигасын жеңген күннің өзінде Мбаппе мен алтын допқа лайықты деп айта алмаймын, мен ренжімеңіздер. Мына маусымдағы ойынымен пенальти сала алмай жүр қанша матчтарда, ол болмайды ол деген. Мен ондайға келісе алмаймын. Сіз ойынша биыл кім? Рафиня ғой, алтын допқа лайықты. Бірден бір Рафиня. Негізі Ямал да кеп қалды ғой. Әлі де ерте ме? Әлі ерте. Бірақ беруі де мүмкін. Кім біледі? Маркетинг ойнайды ғой кейбір. Егер Ямал алатын болса, онда әлемдегі тарихтағы ең жас алтын доптың иегері атанады. Бұған дейін Зубастик Роналду болды ғой, 20 жасында жеңіп алған. Бірақ енді Ямалдың
кейбірде кәдімгі ойынды өзгертіп жіберетін голдар ше. Иә. Кәдімгі сүйсінесің. жаңа сыртымен беру, сол аяқтың несімен Сенімділік қой. Иә. 17 жасар бала. Ана басқаларға қарағанда жап-жас болып кейде өзімділікке салынып, эгосы ұстап кетіп, өз аяғына шейін барады ғой кейбіреулер. А оның пастары жақсы. Кейде мен осы Ямалдың ойынына қарап ойлаймын да, алдағы бір-екі жылда біздің Дастан Сәтбаевты алтын доптың тізімінде тұрса деймін да, алмаса да бір тізімінге кірсе деген, үміткерлердің қатарына кірсе деген менің бір арманым бар осындай. Арман күшті ғой. Иә. Мұқағали Мақатаевтың өлең шумағын білесің ба? Қайсысы? Арманы жоқ адамдармен дос болма Иә, дос болма. деген. Арманың жақсы екен. Жоқ, мен не істеп отқан жоқпын, көрермендер. Асхат Тағыберген Пушкашқа ілінді ғой, қандай қуаныш кернеді ғой көкіректерді, мақтаныш, Қазақстан деп дауыс бердік қой бәріміз. Сол сияқты едің Дастанды жарқырап тұрса жақсы емес па? өткенде бір нәрсе айтайын, сол осы не деген, біз алдында неге барып қайттық, Лихтенштейн мен Уэльстің матчына барып қайттық. Сонда жаңағы Цюрихті, Лихтенштейн Швейцарияның ішінде екен, Швейцарияның Цюрих қаласына жақын екен, арасы бір сағаттық жол екен. Цюрихқа барған кезде FIFA-ның музейі бар. Сонда енді бүкіл қазір енді электрондық қылып тастаған бүкіл нелердің архив, музейдің ішінде барлығы бар, қажетті. Оның ішінде Қазақстанға қатысты мәліметтер де бар, өйткені біз FIFA-ның мүшесіміз. Сонда жаңағы Ерлан Оразаевтың жалғыз голының видеосы бар екен, бүйтіп пультті басып FIFA-ның орталығында. Иә. 99 жылғы әлем чемпионатында. Сіз білетін бе ол туралы негізі? Жастар арасында әлем чемпионатында соққан голы. Қазақстанның жаңағы осындай енді ұлттық құраманың бір формалары тұр деген сияқты. Сол жерде енді біздің енді солған бір кіретін нелеріміз болу керек қой. Айтайын деп жатқан, солда жаңағы біздің 2010-дағы нелер бар. Пушкашқа қатысты айтайын деп жатқан, 2010 жылы бізге Қазақстанға соғылған гол Пушкаштың несі болды ғой. Алтын топ қой ол. Жоқ, Пушкашты кезінде Хамит алтын топ деген Түркияның. Сол ғой, сол алтын топ қой. Иә, сол Ақтөбенің қақпашысы болды. Сиденик ұлттық құрамадан тұрған сол соққан, сол бар екен. Былай қарасаңыз енді қызық. Бізге қатысты бір енді сол о жағынан емес, енді бізге бір жаңа сен айтқандай өзіміздің тараптан көрсету керек. Мен ең бірінші көрген футболым 86 жылғы футбол. Әлем чемпионаты кезі ғой, иә, әлем чемпионаты. Жалпы ең бірінші еміс есімде бастап көре бастаған футболым 83-84 жылғы. 84 жылғы Европа біріншілігі, Платинидің фестивалі деген. Одан кейін 85 жылғы іріктеу ойындары СССР кезде. Данияға қарсы ойын 1-0 өттік, Даниядан 2-0 өтіліп қалдық. Микаэл Лаудруп, Брайан Лаудруп, өте Илкайер дегендер болды. Мақта. 88 жылғы Европа біріншілігі СССР өзі екінші орын алды. Топтық кезеңде Голландияны 1-0 өттік, Василий Рац соққан. Содан кейін финалға келдік та, біз алдында ұттық қой. Финалда да ұтамыз деп едік. Ол кезде жаңағы Ван Бастеннің голы бәрін орындап кетті. Енді Қазақстанның алғашқы матчтары, жалпы ең бірінші Қазақстанның осы Қазақстанның жеке елі болып алғашқы матчы және кім бірінші салған білесің бе болды? Ел болып деген ба? Мен бұл жеке Қазақстан 92 жылғы матчта айтып отырсыз. Ливияға қарсы ойында айтып отырсыз ба сіз? Жоқ, ең бірінші майда болды. Түркменстанға қарсы ойнап, ойынның 85 па, жалпы бір 5-6 минут қалғанда Владимир Нидергаус деген. Нидергаус кейін Ресейдің азаматтығын алды ғой, Ротарға кетті. Сіз жаңа айтпадыңыз ғой 86 жылғы ойында, алғаш өзіңіз көзбен көрген ойында. Ол кезде мен Шымкент қаласында Миллиаратормен Актюбинец ойнады. Сол кезде Актюбинец 2-0 өткен. Ақтөбе балиштер бар ма еді ол кезде? Ой, жоқ құрсын. Бірақ стадион, 30 мың стадион бәрі толып отыр. Осы Ақтөбе жанкүйерлерді қалай қалыптастырды? Ол жерде бірнеше аңыз бар енді, бірақ оның ішінде мына бек жақсы таниды, Аршат Ораз деген жігіттер бар. Аршат ең бірінші сол Түркиядан келіп, сондай ұйымдастырып, бастап, соны кеткен. Қазір ол бірінші бастаған адамдарды олардың өзін білмейді. Кезінде бізде осы Астананың маңында болатын ойындардың барлығына барып жүрдік қой. Кезінде Ақтөбе лента болды ғой, Кислицындардың кезінде. Ол кезде бір Ақтөбе фанаттары есімде жоқ та. Бірақ мынау 4 рет қатарынан чемпион болды ғой. 7, 8, 9, 10 ба, сол кездері сұмдық қалыптасты ғой. Ақтөбенің 13-ші сектор деген нәрсе.
енді жүйе ғой бұл, енді бір өмір, сол бір не істеп кетті. Жоқ, жүйе болғанда мен фан клубтарды білемін, бірақ уақыт өте келе жоқ болып кетеді да. Бірінші лигаға ұшса, жоқ, Ақтөбе келе жалпы былай ғой, кез келген әдемі шығып жатқан жобаға ортақтаса жоғары жақтан қаржымен кіріп, андай күштеп адам апарып, бір қолдан жасайтын дүние, ол бірден жоғалып ұзаққа бармайды. Иә. Ал енді дербес, еркін, өзінің бір ойы бар, сондай жобалар болатын болса, ол ұзаққа барады. Ол жүйе. Тамаша. Енді ол да бір Ақтөбенің жаңағы басына бұйырған шығар. Мүмкін басқа қалаларда болатын шығар. Но әзірге осылай болып тұр. Сол енді мен енді қазіргі матчтарды сөздігін ашығын айтайын. Қазір матчтарда кәдімгідей енді технология қолданған, медицина дамып кеткен, кәдімгі европалық ұзын аяқ ұзын, мысал үшін мына бұлшық еті мынадай стандарт бірдеңе деп кәдімгі медициналық. Біздің кезімізде 80-ші жылдары 90-ші жылдардың басында нағыз махаббатпен ойнайтын футболшылар. Шынайы болды ғой енді. Шынайы болды. Ол кезде тек қана не емес, спорттың біраз түрінен солай болды. Мүмкін енді қазіргі дамыған емес, қазіргі спорт бір жағы шоу, бір жағы медицинаның жарысы ғой, сөздің ашығы. Иә. Сондықтан сол енді қазір осы Испанияда Роналду мен жаңағы Месси шыққаннан кейін ғана қарай бастадыңдар ғой. Оған шейін мысалы 90-шы жылдары Испанияны аса қатты көп қарай қойған жоқ, сөздің ашығы. Өткенде Бразилия неге Аргентинаға қарсы ойнай алмады? 4-1 болды ма? 4-1 болды, иә. 4-1 болды. Матчтың алдында жаңа Рафиня көп сөйлеп қойып, артынан енді қазір меніңше Аргентина мықты ғой. Қазір Аргентина тек қана оңтүстік Америкада ғана емес, енді әлем чемпионы. Оларда қазір барлығы бар сияқты. Бұрын Аргентинаның да біраз мынау Катарға дейін жолы болмай жүрді ғой, көп қиналды ғой. Жоқ, ана жерде үлкен жігіттер де жүр ғой, Отаменди дегендер әлеуіне жатыр ғой бабында. Сосын тағы бір сұрақ қойып алайық енді. Арсенал, Реал, Барселона түсінікті ғой. Биыл клубтардың әлем біріншілігі болады, иә? Қаншалықты қызық болады? Білмеймін, жаңа жоба енді өте көп команда қатысады. Жаңа жобалардың ешқайсысы қызықтырған емес қой, негізінде. Енді бұл бәрі ақшамен қызықтырып жатыр. Бізге қызық емес қой, ақшасы өздеріне қызық. Роналдудың Реалға келіп ойнап кетуі мүмкін деген әңгімелер айтылып жатыр. Енді ол да енді қызық та. Мүмкін енді сондай нәрселер, маркетингтік кодтар қатты пайдаланып жатыр. Осы тек осы әлем клубтар арасында әлем чемпионатын ойнап беруі мүмкін деген сияқты ше. Бірақ ертең біз қазір Чемпиондар лигасымен бастадық, енді Чемпиондар лигасымен түйіндейтін шығармыз. Париж Сен-Жермен өте мықты. Кеше көрдік қой, сұмдық ойын. Енді мынау Арсенал ертең парти жоқ, білмеймін қалай болатын. Бірінші ойында Микель Артета бір шешімін тауып керекті позициялар жаппасақ, біз травма көп қой, сәл қиындау болады. Ал егер ПСЖ мен Барселона шығып кетіп жатса финалға, ойынның көкесі сол кезде болады онда. Бірақ мен Арсенал мен Барселонаға шыққанын қалаймын өз басым. 2006 жылғыдай. 2006 жылғыдай. 2006 жыл негізі шықпай қалу керек еді Арсенал. Есіңізде ба? Хуан Роман Рикельмен соңғы 90-шы минутта Лейманның воротасына пенальти сала алмай қалған. Пенальти алып шыққан сол кезде. Әйтпесе 2-2 болған кезде Вильяреал кім испанский дерби болатын еді екеуі де. Енді ол кезде бірінші 1-8 болса Реалды ұтты. Анри салды ғой. Анри салды. 87-ші минутта ма сол аяқ жанда 1-0 болып бітті. Екінші матч 0-0 болды ғой. Сол кезде 1-0 өтті ғой. Кейін сол кезде бір Анридің екінші ойында да бір Анри голдар салды. Жоқ, 0-0 1-0 ғой сол. 0-0 1-0 болды. Екінші матчында кіммен кездесті 1-4-те? Сол кезде де 2-0 есебімен ұтты Анридің. Жалпы сол жылдары негізі Арсеналдың алатындай жөнеді ғой негізінде. Арсен Венгер бәрінің айтуынша солай болды, бірақ ол кезде енді маған жаңағы Роналдиноның бір алып кетсе екен деген арман болып жүрді ғой. Сол кезде бір оның Чемпиондар лигасын ұтуға бір лайықты болған сияқты көрді. Сол жағынан болмаса енді Барселона команда ретінде емес, Райкардтың командасы ғой. Роналдиноның жеке еңбегінің арқасында ұтқан сияқты көрінеді. Роналдиньо деп сөйлеңіз. О дейік па? Роналду. Енді жанкүйерлерге құрметті Арсенал футбол командасының жанкүйерлері, команданың жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Жартылай финалда жақсы сәтті өнер көрсетіп финалға жолдама алып, биыл аяқ асты бізге осындай бір көңіл күй сыйласа
жүдә жақсы болар еді. Мен өз басым мынау чемпион болсын деп бір басқаларды қарайлай алмаймын. Ең басы жақсы футбол болды. Бұрын негізі сөздің ашығы чемпиондар лигасының ең алғашқы басталып жатқан кезде жаңағы топтық кезеңін талқылап отыратын едік. Қазіргі кезде 1-8 емес, осы ширек финалдан бастап қарай бастадық. Бұл тойып кеткеніміз ба? Футбол көп қой өйткені. Футбол көп, және де мүмкіндік көп. Жаңағы енді телеграм арналары бар, басқасы бар. Қазір секундымен голдарды да шығарып жатыр, әрбір сәтті беріп жатыр, трансляция да жасалып жатыр. Мүмкіндік көп қой. Бұрын кейбір енді ауылда тұрған кезде жаңағы кейбір ойындарды, сенбідегі ойындарды тек дүйсенбіде нәтижесін көріп жататын едік. Қазір енді ондай емес. Сен ол көріп жатқанда сен көріп жатыр ғой. Біз деген спорт деген газеттен оқисыздар. 15 күннен кейін барып оқитын едік қой. Сондықтан сол енді Реал фандар кешірсін, үнемі Реал ұтатын еді, енді осы жолы бізге бұйырыпты. Сондықтан да ренжімеңіздер, өмір деген солай. 10 рет Реал ұтса, 1 рет Арсенал ұтады деп жолай айтпайық. Ақпарат демекші бір нәрсе айтайыншы. 2004 пен 2006 арасындағы Қазақстанның іріктеу ойындары бар ғой, Германияда чемпионат мейраға. Біздің группада жаңағыдай Греция, Түркия деген командалар болды ғой сол кезде, 6-0 ұтылып жүрген кезде. Бір күні 17 қараша күні 2004 жылдың біз Грекияға қонаққа барамыз. Түнгі 1:25-те басталады матч. Таңертең сабақ. Мен мамам рұқсат береді ғой көруге. Мен қуанып жүрмін, кеш сағат 8 болады, 9 болады, 10 уақыт өтпей жатыр ғой. Түнгі 1-де ұйықтап қалыппын ғой, мен сөйтсем. Сол матчты көре алмай қалғанмын. 2-1 болды ғой. Қызық айтайын ба? Ол сенікі үйде телеарна ғой. Біз ауылда жайлаудамыз. Сароба деген жердеміз. Ойбай. Мексикада түнгі 2 ма 3 па басталады. Бельгиямен 1-8 ойнаймыз ғой. Соған маған бола мотор жағады. Мотор деген дыбысы, дарылдап тұрады, ана бір ішіне бензин құйып, адамдар ұйықтатпайтын ба? Дарылдап тұрады, жасайшы деп. Сонымен мына бала көрсін деп, себебі қойбағатым мен. Сон түнде көріп, енді Бельгияның 2 офсайдпен салған голы, Кулиманс, сол матчты көрсеңдер болады кәдімгі. Ол экраннан көрдіңіз ба сіз? Телевизорден үйде көріледі. Черно-белый ғой, черно-белый ғой, ақ-қара телевизор. Содан жылап, енді 6-шы сынып бітірген жылым ғой, жылап, кәдімгі ренжіп, сой бойы ұйықтамай, таңғы 5-те, 5:30-да қойды бағып барғарай өрістікке кеттім ғой. Сон күні бойы бүйтіп жүрдім ғой. Жылау себебіңіз? Себебі ыстыр Бельгиядан ұтылып қалды 1-8-де. Ал егер сол кезде Бельгияны не үшін алып шықты? Ол кезде төреші испандық төреші болды. Себебі келесі кездесетін ол Испаниямен кездесетін еді ғой. Бірақ Испаниямен Бельгия кездесіп, пенальтимен Бельгия өтіп кетеді ғой. И Бельгия Аргентинадан ұтылды жартылай финалда. Енді Реал биыл іштен ұтпай ма, ұта ма әлде? Жоқ, 2 турнирі бар. Кубокты да, чемпионатты да Барселона алу керек. Алатын шығар. Менің қазіргі соңғы ойыным енді Барселонаның қарқыны сұмдық. Енді өзінің ішкі чемпионатында жай 1-0, 2-0 деген матчтар өте аз. Жалпы негізі Реалға вообще ештеңе алмай қойған дұрыс ау биыл. Биылды құрбандыққа шалып, келесі маусымнан бастап бапкерді де өзгертсін, составты да дұрыстасын, дұрыс ойын өнерін көрсеткен дұрыс қой. Ең дұрысы, сол Реал жақтасасың. Ал көрермендер айтатын болсам, Арсеналдың фанаттары барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Енді келесі ойын ПСЖ-ға қарсы, тіпті мына жартылай финалдың 2 ойыны да тіпті 60-40 деп те баға бере алмаймын. Бәрі 50-50 2 матчта да. Сондықтан финалға кім шығатынын білмейміз. Не болса да. Кімді көргің келді жаңағы? Мен өз басым Барселонамен Арсеналдың ойынын көргім келеді өз басым. Биылғы финал, айта кетейін, Германияның Мюнхен қаласында болады. Қызығы Альянс аренада ма? Иә. Биыл қызығы, мына жартылай финалға шыққандарын қарасаңыз, 4 елдің команда шыққан, 1 елден 2 команда деген жоқ. 4 чемпионаттың 4 өкілі. 4 чемпионаттың 4 өкілі бар. Арасында не ғана жоқ? Германия ғана жоқ. Қалған 4 елдікі бар. Франция бар, Испания бар, Англия бар. Еуропаның 5 чемпионат 4-еуіне жартылай финалға шығып отыр. Заңдылық қой. Міне әдемі ғой осы. Әтпесе былтырлары мысалға Германиядан 2 команда шықты. Испаниядан 2 деген сияқты. Солай болды ғой. Биыл ондай емес.
тек 4 елден, бұл да бір жаңалық деп айтуға. 2019-да естеріңізде ма, Еуропа лигасында да, Чемпиондар лигасында да ағылшынның командалары шығады ғой финалға төртеуі. Бір кездер Испанияның командалары чемпион болып жүрді. Реал мына жақта Севилья деген сияқты, ана жақта сондай жағдайлар көп қайталанып кетіп жататын еді. 2009-2008 жылдары мысалы Еуропа лигасында үнемі Атлетико жүретін еді ғой. Иә. Мен шаш жалбыраған. Фалькао дегенде. Фалькаоның алдында Диего Форландар болды деген сияқты. Енді сіздерге рахмет. Арсенал командасына. Спонсор деп ештеңе айтпайсың ба? Біз ешқандай спонсорсыз. Бет жоқ па сенде? Бет жоқ. Бет жоқ, бек бар. Бүгін бет жоқ, екі бек бар. Екі бектің ортасында отырып, жаңа кішкене армандадым. Бір тағы кішкене история айтып өтейін. Кішкене оқиға. 90 жылы мектеп бітіремін да, сол жылы 10-ға жуық құнан үйретеміз. Ауылда құнан. Сөйтіп, оның басына енді ат керек қой. Мынаның аты жаңағы аққұла бірдеңе, құлагер деп қоясың ғой. Мен алдында 10 футбол командасының атын қойдым. Арсенал, Бавария, Ювентус. Боруссия жүр ғой ішінде. Жоқ, Боруссия жоқ ол кезде. Марсель деген сияқты. Соның ішінде ең мықты болып қалғаны, андай не болып қалғаны, Арсенал мен Ювентус болды. Кім ба? Платини ма? Жоқ, андай Ювентус деген атым кәдімгі үйірді басқаратын айғырға шейін барды. Сондықтан қазір енді ол кезде Ювентус айғыр болса, қазір Ювентус зебра болып кетті. Иә, көрмей қалдық. Ювентус нешінші орында салды? Ювентус 4-ші орында келе жатыр. Бірінші орында кім алады биыл? Милан ба? Интер ғой. Жоқ, Интер мен Наполи жарысып жатыр. Милан ар жақта қалып қойған. Қазір бірінші орында Интер. Миланда бір көкесі бар еді ғой, әйтеуір бит. Жоқ, ол биыл 3 команда негізгі үміткер, ол Аталанта, бірінші Интер, екінші Наполи, үшінші Аталанта, осы 3 команда арасында келе жатыр ойын. Наполиде қазір Конте баптайды, Ювентустың бұрынғы маманы. Арсеналдың жанкүйерлері деп ешқандай подкаст шақырған жоқ, енді өзің тарих қой, қазақшада, иә. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Алда енді Чемпиондар лигасының жартылай финалының 2 ойыны бар. 30 сәуір және 1 мамыр күндері сол ойындарды көрейік. Командаларға сәттілік тілейміз. Биыл енді ешқандай әлем чемпионаты жоқ, Еуропа чемпионаты жоқ. Ұлттық құрамалар тек осы клубтар арасындағы футболдар. Ал енді Өзбекстан көрші Өзбекстан құрамасының әлем чемпионатына шығу мүмкіндігі бар маусым айында. Сондықтан сол ойындарға кейін де бір талқылаулар болуы мүмкін. Сондықтан сіздерді шақырамыз. Өзбекстан әлем чемпионатына ең жақын болған кез есіңізде ма? Жалпы негізі бұрыннан көретін бе едіңіз? 14. Иә, білем, бір осы оңтүстік Америка ма, сол жақтың бір командасымен андай неде ойнады ғой? Стыковойда. Уругваймен ойнады ғой. Иә. Уругваймен ойнап беді, қай жылы? 2014-тегі әлем чемпионаты. Уругваймен болса қиын екен онда, оны жеңу. Бірақ егер Өзбекстан құдай қаласы 2 ойыны қалды, 1 ұпай керек болып тұр, 1 ұпай ғана. 1 ұпай? 1 ұпай керек болып тұр. 2 ойыннан 1 ұпай ғана керек болып тұр қазір. Не тең ойнаса да, немесе жаңа Сауд Арабиясы ғой бұның қазір қарсыласы. Жеңіс керек емес. 1 ұпай болса да жетейін деп тұр құдай қаласа. Жеңеді. Әлем чемпионатына егер Өзбекстан баратын болса, онда Қазақстанның біразда сол жақта жүрейін деп тұр ғой ертең барлығымыз бұйырса. Негізі былтырғы Олимпиада бар, осы алдағы әлем чемпионаты бар, байқайсыздар ма? Негізі бауырлас елдердің бір-біріне деген ынтымақтастығын, бірлігін күшейтіп жатыр ғой. Сондықтан да ертең де осы жалғасын табады деп ойлаймын. Бүкіл Өзбекстан халқына, Өзбекстан жұртшылығына сәттілік тілейміз. Сіздерге рахмет. Осымен енді подкастымыз аяқталды. Біздің телеграм арнаға жазылып, алдағы жартылай финалдың 2 ойынның өз болжамдарыңызды жаза кетіңіздер. Жеңімпаздарды анықтап, сыйлықтарымызды береміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздерге рахмет. Осымен қош аман есен түгел болайық па? Бек мүмкін жарық студия. Жақсы. Рахмет. Өміріміз жарық болсын.